Басқаның абыройын аяққа баспаңыз. Бірнеше жыл бұрын General Electric компаниясының басшылығы тығырыққа тірелгендей болады. Олар Чарльз Штайнмецті департамент басшысы қызметінен алуы керек еді. Штайнмец электрге қатысты мәселелерге келгенде алдына жан салмағанымен есептеу бөлімінің басшысы қызметін дұрыс атқара алмады. Болмашы нәрсеге ренжіп қалатыны тағы бар. Бірақ компания үшін ол өте керек адам болатын. Осыны ескеріп, көңіліне кірбің түсіріп алмас үшін компания жаңа лауазым ойлап табады. Оны компанияның кеңесші инженері етіп тағайындайды. Оның бұрынғы орнына басқа адамды жібереді. Штайнмецтің қуанышында шек болмады. Ұжымының да иығынан ауыр жүк түскендей болды. Олар компанияның аса сезімтал жұлдызының беделін түсірмей басқа жұмысқа ауыстырды. Біреудің абыройын сақтап қалу, бұның қаншалықты маңызды екенін білсеңіз ғой. Өкінішке қарай бұл жайлы көп ойлай бермейміз. Біз басқалардың сезімін аяққа таптап, өзіміздің дегенімізге жетеміз. Біреулерді кінәлап, оларға қоқан-лоққы көрсетеміз. Бала болсын, жұмысшы болсын, басқалардың алдында сынап мінейміз. Олардың беделіне қаншалықты нұқсан келтіріп жатқанымызды мұндай кезде естен мүлдем шығарып аламыз. Ал сәлде болса ойланып, олардың айтқанын ой елегінен өткізіп, көзқарасын түсінуге тырыссақ, реніштің алдын алар едік. Олай болса, қызметкерге сөгіс жариялап, оны жұмыстан шығармас бұрын осы айтылғандарды есіңізге түсіріңізші. Қызметкерді жұмыстан шығаруды өз басым оңай нәрсе демес едім. Ал жұмыстан шығып қалу тіпті қиын. Бұл білікті бухгалтер Маршал Грейнджердің маған жазған хатының үзіндісі. Жұмысымыз маусымдық болған соң, жұмыс аяқталған соң көп адамды жұмыстан босатуға тура келеді. Мұндай шешімге келу кім-кімге де ауыр тиетіні анық. Сондықтан көп созбай жұмысшыға бұл жайлы тез жеткізуге тырысамыз. Ол әдетте былай болады. Отырыңыз, Смит мырза, маусым аяқталғандықтан сізге берер басқа жұмысымыз жоқ. Өзіңіз де уақытша жұмысқа алынғаныңызды білесіз. Мұндай әңгіменің естушіге ұнай қоймайтыны анық. Олардың көңіл күйі нашарлап, өздерін жайсыз сезінеді. Жоқтан бар жасап күнін көретін адамдар өздерін қайта-қайта жұмыстан шығара беретін біз сияқты фирмаларды жақсы көреді деп айта алмаймыз. Бірдемен жұмыстан шығарайық деп жатқан маусымдық жұмысшыларға сәл де болса уақыт бөліп көңілін көтеруге тырыстым. Сондықтан алдыма келер әр адам жайлы ақпарат жинап, қыс бойы атқарған жұмыстарына талдау жасадым. Олар алдыма келгенде шешімімді былай жеткіздім. Смит мырза, сіз өте көп жұмыс атқардыңыз. Егер солай болған болса, әрине, Нью-Йоркқа жіберген кезіміз есіңізде ме? Сіз сонда өте ауыр жұмысты тиянақты атқарып қайтқан едіңіз. Айтқан жерге дер кезінде жетіп жұмысқа белсене кірістіңіз. Осыған байланысты компанияның сізді мақтан ететінін жеткізгім келеді. Сіз білікті мамансыз, кәсібіңізді бес саусаңыздай білесіз. Компания өзіңізге сенеді және әрқашанда қолдау көрсетуге дайын. Қай кезде де осыны ұмытпасаңыз екен. Нәтижесі дейсіз бе? Жұмыстан қысқаруы оларға онша ауыр тимеді. Өйткені беделіне нұқсан келмеді. Жұмыс болғанда әлі де жүре беретінін олар біледі. Сондықтан қайта шақырған кезде қуана-қуана келеді. Курсымыздың біріне қатысушылар қате іздеудің жағымсыз салдары мен адамның беделін сақтап қалудың жағымды жақтарын талқылап жатқан кезде, Пенсильвания штатының тұрғыны Фред Кларк компаниясында болған бір жағдайды айтып берген еді. Өндіріс жағдайына байланысты кездесулердің бірінде вице-президент бөлім басшыларының біріне өндіріс процесіне байланысты қолайсыз сұрақтар қоя бастайды. Оның үнінен ашуланып отырғанын байқау қиын емес еді. Қойған сұрақтары да тырнақ астынан кіріздеп отырғанын аңғартады. Әріптестерінің алдында ұятқа қалғысы келмеген әлгі адам бастығының сұрақтарына екіұшты жауап береді. Жауапқа қанағаттанбаған бастық ашудан жарылардай болып, бөлім бастығының жер-жебіріне жетіп, өтірік айттың деп кінәлай бастайды. Бірнеше минуттың ішінде осыған дейін жылдар бойы
қалыптасқан жақсы қарым-қатынастың тас-талқаны шықты. Жұмысын талапқа сай орындап келе жатқан бұл адамның енді компания үшін еш қажеті болмай қалды. Бірнеше айдан кейін ол басқа компанияға жұмысқа ауысып, онда бірқатар жетістіктерге жетті. Курсқа қатысушылардың бірі Анна Мацционе тура осындай жағдайды өзінің де басынан өткергенін, бірақ мәселені шешу жолы мен нәтижесі бұған еш ұқсамайтынын айтып берген еді. Азық-түлікті қамтумен айналысатын компанияда маркетинг жөніндегі маман болып қызмет атқаратын Маццони ханымға жаңа өнімді маркетингтік тестілеуге қатысты алғашқы маңызды тапсырма беріледі. Енді оның өзіне сөз берелік. Тест нәтижесі келгенде көзім атыздай болды. Жобалау кезінде өрескел қатеге жол бергендіктен тесті бастан аяқ қайта жасауым керек. Ең сорақысы, уақыттың тапшылығынан бұл мәселені бастығыма өзім есеп беретін жиналыста ғана айта аламын. Есепті оқуға мені шақырған кезде қорыққанымнан дірілдеп кеттім. Бірақ дүние төңкеріліп түссе де жыламауға, осында отырған еркектердің әйелдер өте сезімтал болғандықтан басшы қызметін атқара алмайды деп жерден жеті қоян тапқандай бар әлемге жар салуына жол бермеймін деп шештім. Есебімді қысқа ғана қайырдым да жіберілген қателерге байланысты тест нәтижесінің келесі жиынға дейін дайын болатынын жеткіздім. Сөйтіп орныма отырдым да бастығымның айқайға басқанын күттім. Алайда мен қателесіппін. Бастығым жай ғана атқарған жұмысым үшін алғыс білдіріп, жаңа жобаны қолға алған кез келген адамның қателесуі мүмкін екенін айтты. Келесі тест кезінде мұқият болуымды тапсырды. Сондай-ақ әріптестерімнің алдында маған қатты сенім артатынын, менің қолымнан келгеннің бәрін істегенімді, қатенің қабілетсіздігімнен емес, тәжірибесіздігімнен орын алғанын ескертті. Мен жиналыстан еңсем көтеріліп, келесі жолы бастығымды ұятқа қалдырмауға өзіме серт беріп шықтым. Біздікі мың жерден дұрыс болып, келесі адам оңбай қателессе де, біреудің намысын таптау арқылы оның беделіне нұқсан келтірмеңіз. Француз авиациясының атасы Антуан де Сент-Экзюпери былай дегенді: мен адам беделін түсіріп, абыройын аяққа таптарлықтай іске ешқашан бармаймын. Кез келген адам үшін ол жайлы менің не ойлайтыным емес, оның өзі жайлы не ойлайтыны маңызды. Адамның абыройына нұқсан келтіру нағыз қылмыс. Адамның абыройын аяққа баспаңыз.